Абай Құнанбайұлы. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ерданасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы. Бұл ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы бәрі надан. Бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі хаят, хадис сөздің басы. Қосарлы бәйді мысал келді арасы. Қисынмен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбар мен оның аласы. Мешіттің құпта оққан ғұламасы, мінәжат уәлилердің зарналысы. Бір сөзін бір сөзіне қиыстырар, әрбірі келгенше өз шамасы. Өлеңге әркімнің ақбар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күміс сөз жақсысы, қазақтың келістірер қай баласы. Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалдап айтады екен сөз қоспарлап. Ақындары ақылсыз надан келіп, көр жерді өлең қапты жоқтан барлап.